Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология арнасы. Бүгін біз сіздермен бірге Марс қызыл планетасының құпияларымен танысатын боламыз. Бүгінгі видеомыз өте қызықты болады деген ойдамын. Олай болса, біз әдеттегідей видеомызды бастаймыз. Марс күн жүйесіндегі төртінші ғаламшар және жерге ең жақын орналасқан планеталардың бірі. Ол өзінің қызыл түсті бетімен ерекшеленеді. Бұл темір оксидтің көптігіне байланысты ғалымдар онда су іздерін тапты және болашақта адамзат бұл планетада өмір сүре ала ма деген сұрақты зерттеуде. Марстың атмосферасы өте сирек және жұқа. Ол негізінен көмір қышқыл газынан 95% тұрады. Сондай-ақ құрамында азот 2,7% және аргон 1,6% бар. Бұл атмосфера жерге қарағанда әлдеқайда төмен қысымға ие. Сондықтан адамға арнайы скафандрсыз тіршілік ету мүмкін емес. Атмосфераның ерекшеліктері: жұқа атмосфера бұл Марстағы қысымның жерге қарағанда шамамен 100 есе аз болуына алып келеді. Қатты шаңды борандар бүкіл планетаны жабатын, алып құмды дауылды жиі кездестіреміз. Су буларының аздығы: Марс атмосферасында су буы өте аз, бірақ кейбір жерлерде мұз қабаттары да бар. Марстың геологиясы: Марс жерге ұқсас көптеген геологиялық құрылымдарға ие. Оның ішінде жанартау, каньондар және метеориттер, кратерлер бар. Негізгі геологиялық ерекшеліктері: Олимп тауы күн жүйесіндегі ең үлкен жанартау, биіктігі шамамен 22 км. Валес Маринерис 4000 км ұзақтыққа созылған терең каньонды жүйе. Полярлық мұз қабаттары: Марстың солтүстік және оңтүстік полюстерінде мұз қабаттары бар. Олар көмір қышқыл газы мен судан тұрады. Марсты зерттеу 20 ғасырдың ортасында басталады және бүгінгі күннің NASA, SpaceX, ESA сияқты ұйымдары оны тереңірек зерттеуге бағытталған жобалармен айналысуда. Қазіргі және болашақ миссиялар: Curiosity 2012 жылы Марстың топырағы мен климаты туралы ақпарат жинауда. Тұлға аралық миссиялар: 2030 жылдары NASA және SpaceX 2030 жылы Марсқа алғашқы адамдарды жіберуді жоспарлап отыр. Марс болашақ ғарыштық зерттеулердің негізгі бағыты. Оның атмосферасы тіршілікке бейімделмегенмен, мұз қабаттары мен топырақ құмдарындағы су болашақта адамзаттың бұл планетада тіршілік етуіне мүмкіндік беруі мүмкін. Егер технология дамыса, алдағы ғасырларда адамзат Марсты бағындырып, оны игеру алуға ғажап емес. Міне достар, бүгін біз сіздермен бірге Марс планетасының қызықты құпияларымен таныстық. Жалпы бүгінгі видео қызықты болды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басып, қолдау білдіріп кетейік достар. Сіздермен бірге астрономия және технология арнасы.